Қонақ келген бе? Қайдан? Мен танымай тұрмын. Қош келдің, әке. Қалай сонда? Әкем. Әке? Алдамшы өмірдің. Ол адамға ешқандай да сенім жоқ. Бәрін де күтуге болады. Саған бір рет ескертем. Менімен тайталасатын болса, өзіңе жаман бол. Қатал сынында қалып. Немен? Не бақат? Таңдауыңды жасайсың. Бұл не деген қиянат өзі. Олай істемесем анасы жылан төбеме шығып алатын болды. Қорқынышты. Неке қию рәсіміне бара жатқанда болған көлік апатын мен ұйымдастырдым. Бұны маған шевальс етті. Әрі қауіпті. Ондайға қалай дәтің барды? Мен тек қана әкеңмен Сузанды Өлтірмек болдың. Ащы шындығын сезінген. Апа қарындасыма соншама не істеді? мен абайлап сөйлес. Ендеше не болған айтыңдар қане? Тағдырдың дауылында қалған жандар. Біздің үй ішімізде, әулетімізде шытырман оқиғалар көп болғандықтан, сен де осындай өмірге қош келдің.